Сәлеметсіз бе жас ана? Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып ұлы босанғаннан кейінгі кезеңдегі босанған ананың көңіл күйіндегі өзгеріс, психоэмоционалдық өзгерісі. Босанған анада 90%-ға жуығында міндетті түрде көңіл күйінде ол өзгеріс болады. Психоэмоционалдық өзгеріс болады. Неге? Себебі сіз жүктілік барысында, яғни ең алғаш жүкті болған кезіңізде қай уақытта білдіңіз? Қай уақытта сізде көңіл күй бірден өзгерді? Бірде тұрып жылай саласыз, бірде тұрып күле саласыз. Яғни бір күнде бірнеше рет құбылмалы өзгерістерді байқадыңыз. Ол физиологиялық. Неге? Себебі гормондардың алмасуы. Прогестерон және эстроген гормондары жүктілік барысында ол өте жоғары деңгейде тұрады. Және ол қалыпты. Енді осы гормондар босанғаннан кейін бірден төмендейді. Яғни бірден төмен деген уақытта да сіз міндетті түрде өзіңіздегі көңіл күйіңіздегі, яғни психоэмоционалдық тұрғысынан қандай да бір өзгерісті сезесіз. Ол қалыпты бар болғаны, онымен кішкене болсын жұмыс істеу керек. Енді бұл уақыттағы өзгерістер қалай білінеді? Ол сізде шаршау, мұңаю, себепсіз жылай салу және де тәбеттің төмендеуі, не болмаса жоғарылауы болуы мүмкін. Кейде қозғыштығыңыз артып кетеді, кейде қандай да бір нәрсеге қатты бір көңіл бөліп қарамайтын боласыз. Кейде болады өзіңізді кінәлау. Бұлардың барлығы дерлік гормонның бірден орын алмасуынан болған дүниелер. Қай уақыттар ол орын алады? Мысалға, үйге шыққаннан кейін 3-4 күннен бастап әйелде көңіл күйіндегі өзгерістер байқалады. Өзімен өзі жылау, сосын өзімен өзі отырады да өз-өзін кінәлі санай бастайды. Не болмаса өзін жалғыз санай бастайды. Мен жалғыз қалдым, мен жалғызбын, не болмаса өз-өзін кінәлау, мен жаман анамын, мен балама дұрыс қарамай жатырмын деген секілді. Мұндағысы жаңағы жалғыз қалып қойды түсіндірейінші. Мәселен, сіз жүктілік барысында сіздің жаңағы мен айтқан денеңіз, барлық ағзаңыз, психологияңыз барлығы баланы дамыту жолында қандай да бір қызмет атқарды. Енді ол қызмет аяқталды да, сіз босандыңыз, ол қызмет аяқталды. Бірақ психологиялық тұрғыдан сіздің жаныңыз әлі баламен қоштасып үлгерген жоқ. Ол әлі түсінген жоқ. Баланың вақты сағаты жетіп босану жолынан шығып туылғанына ол әлі сенген жоқ, ол әлі түсінген жоқ. Сол себепті жаңағыдай өзгеріс болады. Өзіңіз жалғызсырап, не болмаса өзіңізді бір жаман ана сияқты, не болмаса жай ғана жұмыссыз жатқан, бір ешкімге пайдасы жоқ сияқты сезімдердің орын алуы осы кезде қалыпты. Ол уақытта біз не істей аламыз? Жаңағы көңіл күй өзгерген уақыттары біз не істей аламыз да? Бұл өзгерістердің барлығы дерлік қалыпты, физиологиялық. Бұл кезде бар болғаны біздің көмегіміз. Сол жағдайда, яғни босанып болғаннан кейін өз-өзімізге қарау, өз-өзімізге көңіл бөлу, уақыт бөлу. Жан-жанымыздағы адамдардың, ол егер сіз перзентханада болсаңыз, медицина қызметкерлерінің сізді қолдауы, жаңағы омыраумен емізуде көмектесуі, босанғаннан кейінгі кезеңде өзіңізбен болып жатқан түсініксіз жайттармен белгілі бір медицина қызметкерлеріне бағытталған сұрақ болса, соларға бағыттап сұрақты қою, психологтың көмегіне жүгіну, одан қолдау алу. Үйге шыққаннан кейін өзімізбен бірге тұратын туыстардан, туғандардан, күйеуіңізден, енеңізден, әпкеңізден, білмеймін, сізбен кім тұрады, солардың барлығынан көмек алу, қолдау алу. Бұның барлығын дерлік жүктілік барысынан бастап дайындап алыңыз. Яғни ертең мен осындай уақытта босанамын. Сол уақытта маған үй тірлігінде, тамақ жасауда, баланы шомылдыруда, балаға массаж жасауда, өзіме күтім жасауда осындай маған көмек қажет болады. Сол уақытта кім маған қандай көмек көрсете алады? Осылардың барлығын талқылап алу. Егер үйіңізде күйеуіңіз сол кезеңде жұмыстан қандай да бір демалыс ала алмайтын болса, не болмаса енеңіз көмектесе алмайтын болса, енеңіз жоқ болса, басқа адамдарды қарастырыңыз. Анаңызды қарастырыңыз, әпкеңізді қарастырыңыз. Тіптен ондай адамдар менде жоқ, қандай көмектесетін адамды таппай жатырмын десеңіз, күйеуіңізге айтып, 1 ай өзіңізге көмекші алыңыз. Яғни кез келген уақытта сіз көмекші таба аласыз да, көмекшіні міндетті түрде алдыңа дайындап тауып қойыңыз. Сол көмекші белгілі бір уақытта келеді, сіздің тамақ шайыңызды дайындайды, үйіңізді жинап кетеді, кірлеріңізді жуар. Яғни осындай сізге кішкене болсын қолдау білдіреді. Осы көмек болады. Енді психологиялық тұрғысынан жаңағы өзіңізде жүріп жатқан ойлар, мысалыға өз-өзіме зиян тигізу, не болмаса балаға зиян тигізу, не болмаса өз-өзімен жалғыз қалып қойдым, былайша айтқанда барлық әлемнен оқшауландым деген сияқты дүниелер, ойлар кішкене сізді мазалауы мүмкін. Ол уақытта міндетті түрде өзіңіздің күйеуіңізбен сөйлесіңіз. Өзіңізде орын алып жатқан, өзіңіз ойлап жатқан дүниенің барлығын шығарыңыз, талқылаңыз. Күйеуіңіз болмаса да өзіңіз үшін ең жақсы адам кім? Мысалға бізде психологияда былай да, ең жақсы психолог ол
сенің ең жақсы сөйлесе алатын адамың. Ол мүмкін сіздің әпкеңіз, ол мүмкін сіздің сіңіліңіз, ол мүмкін сіздің көршіңіз. Яғни міндетті түрде өзіңіз жақсы сөйлесе алатын адамменен тілдесіңіз, сөйлесіңіз, ойыңызды бөлісіңіз. Сол кезде өзіңізге жеңілдік алып келеді. Босанғаннан кейінгі өзгеріс, физиологиялық өзгеріс, жаңағы гормондардың алмасуына байланысты болған өзгеріс, ол 14 күнге дейін созылады. 2 аптаға дейін созылады. Ол қалыпты. Осы кезде жаңағы айтылған көмек, қолдау, ол психологиялық қолдау, ол физикалық тұрғыдан қолдау, жан-жақтағы адамдардың қолдауы, осылардың барлығы маңызды. Егер осылардың барлығы дерлік қолдау тауып, сізге көмектесіліп, қолдау білдіріп, барлығы жақсы өтсе, демек ары қарай сізде қандай да бір өзгеріс, тағы да патологиялық түріне, яғни депрессияға ауысады деп айта алмаймыз. Бұл жағдай жаңағы бейби блюз дейді, транзиторлық жағдай. Ол өзі келеді, жаймендеп өзі қайтады. Соның арасындағы сізге берілетін көмек, қолдау маңызды. Өзіңізге уақыт бөлу маңызды.